үлкен дәрежеде жаңағындай үлкен жақсы бір қарсыластармен ол сен жаңағындай тек қана етпен анамнамен шығып төбелесу деген ол кішкене қымыз мынау деген оқып өтпейді да ол қиындау да дұрыс. оның күші екі есе сенен мықты болып тұрады ғой. Темен шыққан қарсыласының өзі сондай бір нәрсеге бір той болып 100% ішкен ғой негізінде. Той болып шыққан сияқты ғой, өйткені қандай соққылар болса да көтеріп жатыр, темпті бүйтіп жаймен деп көтеріп жатыр ғой. Енді Қазақстаннан да қаншама әйтеуір анатомна жолымыз болмай тағы бірден көмей енді міне кәсіпқой боксқа ауыстым деген кезде сондай бір жағдай болды да. Аяғымды ауыртып алдым. Елге келсем айтады, мынау связка үзіліп кеткен, маған операция жасау керек. Бұл тек қана 6 ай ма, 7 ай реабилитация жүрсін деп. Әр адамның бір жетілу несі уақытысы әртүрлі болады. Біздің қазақтардың генетикасы кішкене кештеу жетілетін сияқты. Мысалы мынау дағыстандықтар, мынау Кавказ ұлт өкілдері ерте жетілетін сияқты да. Жоқ, ел былай айтқанда елге жалпы сен не істеп жүргеніңе бәрібір ғой. Сен қалай қиналып жүрсің, не істеп жүрсің, не жеп жүрсің, қалай салмақ қуып жатсың, ол просто бәрі конкретно айтқан кезде тек қана результатқа қарайды ғой. Результат ұттың, ұтылдың, сол әңгімеге қарайды ғой. Бұл қалай боксшысың, ол сен оған дейінгі сенің жолыңа ешкім қарамайды ғой, ешкім уақыт жоқ қой. Оның сен еще миллиондаған долларлар алып жатыр бойдан. Семіріп кетіп жатқан жоқ. Онда бір сыр бар ғой негізі, ана голдты, аштықты сақтап тұрушы өте маңызды нәрсе ғой негізі. Екінші раунд, анан бірінші раундты ма, екінші сөйтіп барам, сопернигім құлайды вроде бы. Бір кезде ол аяғымды ауыртып алдым дейді ғой. Сөйтеді екінші бой мен айтамын ғой, не болып кетті, боксты қою керек па, что-то. Сондай ғана болған сияқты да. Боксқа келесің, бәріміз солай болды ғой, енді келесің тек қана олимпиададан армандайсың. Одан әрмен не жоқ. Қазақ боксшыларына жаңадан бір жол ашқан деп айтсам да болады шығар, ол Геннадий Головкин шығар. Ассалаумағалейкум, құрметті жағың сынса да сағың сынбасын атты подкастымыздың тұрақты көрермендері. Бүгін бізде қонақта Қазақстанның белгілі кәсіпқой боксшысы, өзімнің бауырым Батыр Жүкенбаев келіп отыр. Бәке, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам, бауырым. Қал жағдай қалай? Жақсы. Не жаңалық бар? Не өзгеріс? Жаңалық енді жалпы конкретно дәл қазір айтылатындай жаңалықтар жоқ. Өзгерістерде, жаңалықтарды өзімізді күтіп отырмыз ғой. Жалпы дайындалып отырмыз, елдеміз, пока осындамыз. Жалпы Батыр бауырымызбен біздің бала күнімізден жасөспірімдер, жастар құрамасы кезінде Алматы қаласының құрама сапында, ұлттық құрамада бірге өнер көрсеткенбіз. Одан кейін кәсіпқой боксқа да алғаш ауысқандардың бірі болдық. Қазақстандық боксшылардың ішінен алғаш ауысқандардың бірі осы Батыр, мен, Мадияр, Айдар. Енді қазір Батыр қазақ халқына танылып үлгердің. Жалпы қазақтың бір белгілі кәсіпқой боксшылардың бірісің, бірнеше белбеулердің егерісің. Жалпы кәсіпқой боксқа ауысуыңа не түрткі болды? Бірінші сұрақ содан бастайықшы. Әуесқой рингте неғып жүре бермедің? Енді бәріміздің арманымыз сол олимпиада чемпионы болу болды ғой. Енді сол мен 2013 жылы, сол 2012-2013-терде жалпы біздің Геннадий Головкин ағамыздың бір қатты бір шығып атқан кездерінің бірі болды ғой. Сол кезден бастап сол кәсіпқойды көре бастадық, сол жаңағындай Америкаға деген қызығушылық, ойымыз, көзқарасымыз деген сияқты ауысып, бұрында қаншама жаңағындай Тайсонды болсын, Мұхаммед Али, сол кісілерді көрген кезде енді көресің, бірақ мен ойлаймын, сол уақыттарда жалпы қазақ боксшыларының бәрінің бір патологы, арманы тек қана бір олимпиада чемпионы болу сияқты. Сондай ғана болған сияқты да. Боксқа келесің, бәріміз солай болды ғой. Келесің тек қана олимпиададан армандайсың. Одан әрмен не жоқ? Олимпиададан басқа бір не жоқ сияқты, шың жоқ сияқты болып көрінді ма, бәрі жаңағындай олимпиадаға барады, болмаса мейірді ұтады қояды, олимпиаданы ұтады қояды деген сияқты. Сол жаңағындай барьерді соның жоққа шығарып, соның қазақ боксшыларына жаңадан бір жол ашқан деп айтсам да болады шығар, ол Геннадий Головкин шығар. Өйткені
қаншама қазақтың боксшылары жаңағы олимпиадаға бармаса да кәсіпқойға боксқа баруға болады, или болмаса олимпиададан кейін де кәсіпқойды бағындыруға болады деген арман ой сондай пайда болған сияқты бәрінде. Сол сияқты әуесқой бокста жүрген кезде сол неде болдық, құрама командада болдық, одан кейін жаңа Астана Арлансқа бардық. Бірақ та шынын айтқанда алдымызда бірінші номер болмағаннан кейін, олимпиада күтіп тұрмағаннан кейін көбінесе сол кәсіпқойды ойлаумен, ауысумен сондай ойлар, армандар пайда болды. Сөйтіп жолдарын қарастырдық. Солай Алланың қалауымен осы менің кәсіпқойға жалпы ауысуыма себеп болған негізінде Берікбол Қасымханов деген ағамыз бар. Сол кісі себеп болды. Жаңа Канададағы елдермен сөйлесті. Ол кісінің өз бір досы бар Астана, сол сөйлесіп, сол кісілер арқылы негізінде Канадаға кеттім ғой. Енді қанша жаста болдың ол кезде? 22-23 қой, қателеспесем, е? Жоқ, 24 қой деймін. 24 болды ма? 2014-2015, 24 па, 25 па, сондай қойдым даже. 24, по-моему. Енді қазір, мысалы үшін, біз бір кішкене сүйектеріміз қатайған шақта бір ауыстық қой. Қазір қарасаң жас боксшылар да ауысып кетіп жатыр да, бір 18-19 жастағы боксшылар да ауысып жатыр кәсіпқой боксқа. Жалпы өзің енді жас інілерімізге бір ақыл кеңес ретінде айтып жіберсең, қай уақытта негізі ауысқан дұрыс? Енді осыдан жаңағында 2015-2016-тарда мен ойлаймын, кішкене әуесқой бокстың бір деңгейі құлап баратқандай көрінді, бір қызығушылықта қатты болмаған сияқты болып бір көрінді ғой. Мен ойлаймын, енді дәл қазір әуесқойда да жігіттерге жақсы бір жағдайлар жасалып жатыр. Жаңағындай көбінесе сол ақшаға байланысты ауысатын шығар көбісі. Әуесқойда да жүріп жақсы бір деңгейге жетіп ауысса да болады. Бірақ енді бұл жерде жаңағындай әркімнің бір өзінің ішкі қалауы шығар. Бірақ та кәсіпқой боксқа ерте ауыса беруде ол зиян емес деп ойлаймын. Ерте ауысқанда да дұрыс оны алып шығатын жаңағындай дұрыс промоутермен, дұрыс менеджермен, жанашыр адаммен келісіп, дұрыс шығаратын адаммен жаңағындай контрактқа қол қойып жұмыс жасаса, онда өкінбейді деп ойлаймын. Ал енді қазір Америкаға барса да, қай бір елге барса да, былай айтқанда алаяқтар көп болып кетті ғой, сондықтан да сол жағын жақсы шешіп бір дұрыс қолға түсетін болса, ерте ауысса да бола береді деп ойлаймын. Ең бастысы жанашыр адам болып, дұрыс жерге баратын болса, онда болады дейсің ғой. Мысалы үшін Канело Альварес 15 жасында ауысқан. Енді бірақ менің өзім ойымша, әр адамның бір жетілу несі уақытысы әртүрлі болатын сияқты. Біздің қазақтардың генетикасы кішкене кештеу жетілетін сияқты. Мысалы, дағыстандықтар, Кавказ ұлт өкілдері ерте жетілетін сияқты да. Мен де солай ойлаймын. Енді ол қазақтардың іштерінде де мүмкін бар шығар, енді бір жігіттер болды ғой, ерте есейіп, болмаса ерте қатайып жаңағындай. Сондай жігіттер де бар сияқты, бірақ жалпы қазақтардың өзі сол, мен де солай ойлаймын. Кішкене кешірек жетілетін сияқты. Мен өзімді сол қатарға жатқызам. Кешірек жетілетін. Кешірек жетілетін. Әркімнің табиғаты әрқалай шығар енді. Жалпы кәсіпқой бокстағы алғашқы жекпе-жектеріңді Канадада өткіздің. Жаңағы өзің айтып отырсың, Берікбол Қасымханов аға, мен шыны керек қанша сенімен араласып жүрсем де, бұл жайлы білмеппін. Енді Алла разы болсын ол кісіге. Осындай қазақтың бір батырына, осылай халыққа танылуына мүмкіндік берген. Өйткені көптеген боксшылар бар. Сенен де мықты болды, менен де мықты болды. Бірақ халық танымайды. Алланың қалауымен халық бізді азды көпті еңбегіміз үшін таниды. Бірақ небір таланттары бар да танылмай кеткен. Сондықтан біздің танылуымызға себепкер болған осындай ағаларымызға Алла разы болсын дегім келеді. Және ол біздің жаңағындай осындай жетістікке жетуімізге бірінші кезекте өзіміздің жанашыр бапкерлерімізде деп ойлаймын. Мысалы, мен өзім Қанат Алтаев ағамызды үнемі айтып отырамын. Мен мысалы кәсіпқой боксқа ауысқан кезде сол кісінің несімен ауыстым да, Айдос қашан жүре бересің болды.
жақта шанс жоқ деген сияқты қылып келтіріп. Сондай бір ағаларымыз саған да жол көрсеткен екен. Жалпы алғашқы жекпе-жектерің Канадада өтті. Сол жақтағы анау қателеспесем Анна ғой деймін. Анна Рева деген менеджер болды. Иә. Сол кісімен жұмыс жасадық. Ол кісі де жалпы ол кісі де маған көп көмектесті. Сол кісінің былай айтқанда қазірге жеткен дәрежемізге сол кісі үлкен себеп болды ғой. Канадаға алып барды, қаншама жағдайымыз жасады, қаншама жыл қолдады бізді. Үлкен рахмет. Канададағы ешкімге былай айтқанда тек қана рахмет айтуға болады. Канададағы жаңа промоутерім болсын, менеджерім болсын, бәрі де өз бір жақсы бір үлестерін қосты да. И жаңағындай сен өзіңді білесің ғой, қай жылдан бастап? Менде 2013 па? 2011-ден 12-ден бастап па сол Қанат Алтаев ағамызға тренировкаға бардым ғой. Содан бастап ол жерде де жаңағындай білесің ғой, залда ол кісінің жаңа боксы стилі бір кәсіпқой боксқа жақын ғой. Соның өзі де адамға по-любому сенде любительден былай қаратай андай стильде бокс жасағаннан кейін сондай стильде тренировка жасағаннан кейін өзіңді уже профессионал ретінде көргің келеді да. Соның бәрі негізі үлесін қосты ғой. Профессионалға ауысуымызға, ойлауымызға деген сияқты. Алғашқы жекпе-жектерің сол Канадада өтті. Одан кейін бір есте қаларлық бір қиын жекпе-жектердің бірі анау Матиас деген боксшыға қарсы болды. Ол қателеспесем бір ресейлік боксшыны өлтіріп қойды, Максим Дадашев те. Максим Дадашев те. Өте қауіпті қарсыластардың бірімен жұдырықтастың. Сол жекпе-жекте мысалы үшін енді тікелей сұрақ қояды саған. Жалпы өзің айтады ғой, ер мінезділік ол мойындау дейді ғой. Өзің сол жекпе-жекте жеңіліске ұшырауға не жетпеді? Қандай қателіктер болды негізі? Жалпы айтқанда ол жерде конкретно қателік көп болған ғой. Ол кезде ең біріншісі бізге бүткіл жағынан тәжірибе жетіспеген ғой. Жаңағындай дайындығың болсын, даже сол бойға келісуің болсын, ол бойға шығуың барлық жағынан, егер де дәл қазіргендей мен ойлаймын, тәжірибем болса, дәл қазіргендей ой болса, мен мүлдем басқаша шығатын едім да, барлық жағынан, мысалы үшін. Дайындық жағынан болсын, даже сол гонорар жағынан болсын, барлық жағынан көп нәрсені өзге басқа қылып жасауға болатын еді да. Енді жасың қаншада ол кезде? Ол кезде 28 ба? Енді ол боларыс болды. Боларыс болды ғой. Бірақ та мен ойлаймын, ол кезде ол жаңағындай адам өлтірді, сол моментте онымен ешкім шықпай жатқан негізінде. Мен өзіме сол онымен шығатынның алдында 3 жекпе-жегім Америка елінде 6 ай жүма, 7 ай болды жүргеніме сол кезде. Сөйтіп жүріп 3 жекпе-жегім отмена болып, 4-ші сол Матиспен шыққам негізінде. Уже андай бір тығырыққа тақап болғандай болды ғой, былай айтқанда. Тығырыққа тақап бір выбор болмаған сияқты, болды уже кете салу керек болды да. Сондай бір мен ойлаймын, кейде бір андай өзің намысыңды көрсетпейтін жерде, намысыңды көрсетпейтін жерде көрсетіп қоямыз ба деп ойлаймын да. Сондай бір керек емес жерде характер көрсетіп қойдық. Уже келсе салдық да. Условиясына да қарамай, басқасына қарамай, дайындығымызға, еще ковид кезі ғой. Сондай кездер нелер көп болды ғой. Есіңде ме сол Америкада сен соған қарсы дайындалып жүргенде бізде сборға барып бір кездестік. Мадиярдың үйінде бір шай ішкеніміз бар еді. Негізінде. Бірақ бір настройың жақсы сондай болып бір өз-өзіңе сенімді болып жүргендей болып көріндің сол кезде маған. Мен ойлаймын, әрбір енді кімде бір қандай жекпе-жекке шықса да конкретно ұтамын деп шығады ғой. Жеңілем деп шықпайды, енді шығасың да барың саласың ғой. Сол моментте жаңағы айтқан сияқты ол Матис сол әлемдегі ең мықты, менің весімдағы ол ең мықты боксшылардың бірі болды ғой. Ол бір рейтингта там бір 100-ші, 200-ші тұрған боксер емес, бір ол кезде ол 7-ші или 6-ші ма тұрды мировой рейтингта. Оның өзінде действующий чемпиондар, жаңағы нелер көбісі бас тартып шықпай тұрды, жаңағы прогресс болсын. Сол кезде мен естідім, маған контракт берген кезде, анау да отказ берген, мынау да отказ берген деген сияқты. Соққыларға бір соққы мықты көтере ма, бір соққы өтпей ма бір нәрсе,
сондай тез жиналып ала ма или негізінде просто енді біз ол кезде сол кездегі дәрежемізге сол кездегі дайындықпен сондай бой көрсеттік та. Мен ойлаймын бір ол кезде де ол мені бір там бір 2 бас 3 бас ұрып тастады деп айта алмаймын мен андай. Мынау енді сверхъестественный өте мықты боксшы, енді бір 3 бас енді ұрып тастады, маған вообще бір шанс бермеді деп айта алмаймын. Өйткені арасында да моменттер болды. Мен де оған тигіздім, ол да мені ұрды, мен де оны ұрып аттым. Ол кезде маған көбінесе жетпей қалғаны, мен ойлаймын, функционалка жағынан жетпей қалды да. Былай негізі техникамен, тактически ол бір керемет емес. Сол өзінің жаңағы күшімен, физикасымен сонымен басып жатыр да. Сол кездегі дәрежеге өткенде Қанат ағамызда Кроуфордпен спаррингтер жайлы жақында подкаст түсіргенбіз. Сол подкастта Қанат ағамыз да айтты да, сен Кроуфордпен спаррингтер болған кезінде енді айтады да, қарапайым адам болса шаршайтын еді дейді да, ол шаршамайды дейді да, ол пәленбай спаррингтен кейін айтады да, сол бір нәрсе шеді бұлар дейді да. Ол сөзсіз дейді да, бір нәрсе шет дейді. Өйткені ол адам ондай мүмкін емес дейді да. Енді ол жағын меніңше көпшілік біледі деп ойлаймын. Өйткені фармакология расымен ақш-та өте қатты дамыған. Кәсіпқой боксшылардың ішінде мысалы сенен шыққан қарсыласының өзі сондай бір нәрсеге бір той болып шыққан сияқты ғой. Өйткені қандай соққылар болса да көтеріп жатыр, и темпті бүйтіп жаймен деп көтеріп жатыр ғой. Ол енді мен ойлаймын, кәсіпқой бокс болсын, жаңағы UFC болсын, басқасы болсын, ол 100% қолданылатын нәрсе да. Бәрі шет, просто олар жақсы дәрежеде жүрген боксшылар бәрі соның жолын тауып алған ғой, былай айтқанда. Біз сол көп қазақ боксшылары әлі соның жолын таппай жатыр деп ойлаймын. Үлкен дәрежеде жаңағындай үлкен жақсы бір қарсыластармен ол сен жаңағындай тек қана етпен, анамнамен шығып төбелесу деген ол кішкене қиын. Ол өтпейді да, ол қиындау да. Оның күші 2 есе сенен мықты болып тұрады ғой. Жалпы Батыр, менің енді осы подкастының атауы мотивациялық қой енді. Жағың сынса да сағың сынбасын деген подкаст. Бұл подкастта біз көбінде адамдардың басынан өткен бір қиын сәттерін, қиын жағдайларды талқылаймыз да. Сол арқылы бізді көріп отырған көрермендерге бір шабыт беру. Бұл жердегі мақсат бір екі жігіт кездесіп алып әңгімені жыртып сөйлесе беру емес та, мақсат ше. Бір көріп отырған көрермен бір нәрсе түртіп қаласын өміріне, бір нәрсе алып қаласын. Мен әртүрлі тұлғалар шақырамын ғой. Сол енді әр тұлғаның басынан әртүрлі қиындықтар өтеді да. Сенің де басынан сөзсіз қиындықтар өтті. Мысалы, осы жеңілісіңнің өзі, мысалы, сен қандай дәрежеде болдың, жеңіс, белбеулер алып келатсың, танылып келатсың, былай құлайсың да. Ол мен оны құлаған адам түсінеді да, өзімнің басымнан да өткен да ол нәрсе. Сен үшін ең ауыр сәт өміріңдегі, ең қиын жағдай осы болды ма, әлде қандай жағдай болды? Соны бір айтып, одан қалай шыға білдің? Сол бір көрермендерге мотивация болсын деген ниетпен ғой. Мен ойлаймын, осы енді жалпы біздің қазіргі өміріміздің бәрі бір осы кезге дейінгі өміріміздің бәрі бокспен байланысты ғой енді. Сондықтан да осы кәсіпқой боксқа бір ең бірінші ауысқан кезім мен сол кездерде өңкей бір андай қиын кезеңдер болды деп ойлаймын. Өйткені кәсіпқой бокста білесің, 2 рет дебют жасағам негізі. 3 рет дебют жасадым кәсіпқой бокста. Екі дебютін санамай қойды. Екеуін санамай қойды. Сөйтіп, мынау кәсіпқой боксқа ең бірінші рет ауысқан кезде жаңағы Канада еліне бардық, сонымен контракт менеджерский алдым, промоутерский алған жоқпын. Сөйтіп бірінші бой жасайтын болдым. Ол жақта да білесің ғой, ең бірінші барған кезде тіл білмейсің. 2 ай бойы магазинға да бара алмай жаттық қой. Сөйтіп 2 ай ма 3 ай жатып бірінші бой істедім. Бірінші бой істегеннен кейін екінші раундта артқы аяғым жаңағы ұстамай құлап. Сонымен бойды тоқтатты, бойды санамады, ешкімнің қолын көтерген жоқ. Сөйтіп ертесіне уже Қазақстанға қайтатын болдым. Алар енді маған тағы бір бой беріп тұрды негізі. Ол кезде
ол сол бойды бірінші дебютім жасайтын кезінде маған айтқан, осылай осы бойды ұтасың, одан кейін бір айдан кейін ең үлкен шоу болайын деп отты ол кезде. Неде Канадада Жан Паскаль мен Хоппинс па біреу шығайын деп отты. Или Ковалев па шығайын деп отты. Соған уже орын алып қойдық деп. Енді Қазақстаннан да қаншама әйтеуір мына жолымыз болмай тағы бірден көмей енді міне кәсіпқой боксқа ауыстым деген кезде сондай бір жағдай болды да. Аяғымды ауыртып алдым. Елге келсем айтады, мынау связка үзіліп кеткен, маған операция жасау керек. Бұл тек қана 6 ай ма 7 ай реабилитацияда жүрсін деп. Сонымен операция жасаттым. Операциядан кейін 2 ай ма 2 айдан кейін ба қайттан Канадаға шығып кеттім. Канадаға барып дайындалып 4 айдың ішінде жаңағындай аяғыма темір тағып сөйтіп спаррингтер істедім. 4 ай ма 5-ші айда ма уже екінші жекпе-жекке шықтым ғой. Темірмен шықтым. Еще 2 аяғым андай тағып алғам ортасына. Тағып алып екінші жекпе-жекке шықтым. Шығып енді мен ұрып екінші раунд, анан бірінші раундты ма екінші сөйтіп ұрам, сопернигім құлайды вроде бы. Бір кезде ол аяғымды ауыртып алдым дейді ғой. Сөйтеді екінші бой мен айтамын, не болып кетті, боксты қою керек па, что-то. Алла тағаладан бір белгілер келіп жатқан сияқты ма деп, сон страшно. Сонымен жаңа бірінші бойдан кейін үлкен шоуға да қатыса алмай қалдым ғой. Сол бірінші бойдан кейін негізі үйге 2 сағат отырып қалғам дейді. Сонымен екінші бойдан кейін сөйтіп жаңа аяғым ауырып, аяғым бүгілмейді еще. Темірмен сөйтіп бойға шыққан кезде екінші бойым тағы санамай қойды ғой. Сопернигім аяғын ауыртып алды депші. Ана кезде мен спаррингта қаншама қиналдым. Жүгіре алмайсың ғой, аяғын бүге алмайсың. Сөйтіп вообще бір сол кезде маған бір қатты ұрулар болды. 2 бой істедім, 2 бойым да саналмаған. Сонымен қайттан елге қайту керек болды, виза алу үшін. Қайттан елге келдім, сонымен қайттан. Одан кейін анау өзіңнен бөлек үйдегілер бар, бапкерлер бар, мықты сұрайтын. Кәсіпқой боксқа енді ауысып отқан бір кезеңдер көбісі бәрі біледі, кім азақ адам жүр деген сияқты. Енді кетті деп бүткіл ауыл шулап шығарып салып, сөйткен кезде қайда барып жаңа аяғыңды ауыртып аласың. Сондай бір қиын кезеңдер болды. Сөйтіп Алланың қалауымен 3-шісінде бірінші дебют жасадым ғой. Бірақ та мен бұл жерде өзіме бір қатты түсінгенім, жаңағы бірінші бойда маған айтты ғой, сен үлкен жекпе-жекке сені орын алып қойдық жаңағындай. Қатысасың, осы дебют тұтасың да, сояқ қатысасың деп. Ойдың бәрі сояқта болды негізі. Сол мен кейіннен осы дебют жасадым, 2-3 жекпе-жек өткіздім. Содан кейін қарасам, Аллах тағала білген екен да. Егер де мен ана жекпе-жекті өтіп, үлкен жаңағы аренаға шықсам, мен ол кезде оған дайын болмаған екенмін негізінде. Оны кейін бір өз жекпе-жектер істегеннен кейін түсіндім да. Сондықтан да мен сол жерден түсіндім, что ана орыстар айтатын сияқты, что не делается, все к лучшему дейді. Солай менің аяғымның ауырғаны, солай болғаны, ол тек қана мен үшін, маған бір жақсы болу үшін жасалған нәрселер екен да. Демек, менің айтқым келетіні, өмірде, мысалы, бізді көріп отырған көрермендерде бар ғой, олардың да бастарынан неше түрлі сынақтар өтті да. Әртүрлі, мысалы, бір нәрсе болмай қалды ау деп өкініп керек жоқ дейсің ғой, меніңше, түсінгенімше сен. Өйткені ол нәрсе солай болу керек болып тұр да. Жақсы. Енді уақыт келе, кішкене уақыт өткеннен адамдардың бәрі сол артына қарап, солай болған дұрыс екен деп, сондай түсінікке келетін сияқты да бәрі. Алланың есебі бөлек. Аллах тағала біледі да саған не дұрыс емес екен. Сондықтан да маған сондай бір, енді ең бір кезеңдердің бірі ғой, жалпы өмірде көп жерде бір кездестіресің ғой, осылай болмаса былай болмайтын еді деген сияқты. Мысалы үшін мен үшін сол кездегі мен аяғымды ауыртып алғаным, сол кезде 2 дебют болғаны, бәрі сол мен үшін өте жақсы болған екен да. Сөйтіп Аллах тағала мені кішкене шыңдап, дайындап, бір жақсы бір жекпе-жектерге кішкене ұстап, шындаған екен да. Егер де мен жаңағындай өзімнің ішімдегі қалауыммен шығам, бүйтем, сөйтем десем, мүмкін ол аяқ емес, мүмкін вообще басқаша бір құлар едім, не болатын еді. Жаман бір жағдай болатын еді да. Сондықтан да Аллах тағала біледі, кімге не жақсы, не жаман, біз енді іштен өзіңе жақсы деп ойлай бересің ғой бәрін. Біздің көріп отырған көрермендерге мысалы бір ақыл кеңес ретінде не айтар едің, мысалы қазір осы сәтте бір қиналып жүрген адамдар біздің сұхбатымызды көріп отырса, ол дәл қазіргі күндері қиналып жүрсе, оларға қандай бір ақыл кеңес айтар едің? Енді қиналғанда ақыл кеңес болғанда, любой нәрседе сабыр ғой енді. Бір сабырлы бол деп те айту бір не ғой, оңай ғой. Бірақ та дегенмен
бір өзің білесің ғой, салмақ қуған кезде де бір қиналамыз ғой біз енді. Спорттан салмақ қуған кезде қиналып кетесің, или там бір қиын кезеңдер болады ғой, бірақ оның бәрі бір уақытша ғой. Салмақта сен определенный соңғы бір 10 күн қатты қиналасың, бірақ одан кейін тамақ жейтініңді білесің. Ол да бір андай, мен ойлаймын, күн атыс пен күн батыс сияқты ғой. Оның да бір өтеді, оның да бір қиналыстың, оның да бір уақыты өтеді. Сол сияқты любой қиыншылықта сабыр сақтап шыдау керек те, ол жерде басқа вариант жоқ. Енді сен қиналдым, енді қиналмайын деп айта алмайсың ғой. Просто қиналсаң қиналасың конкретно, но шыдайсың да. Шыдайсың и жақсы болатынына бірақ сенесің ғой. Өйткені сол спортта да солай деп ойлаймын. Бір қиыншылықтар болса, не болса шыдайсың, бірақ ол қиыншылық саған постоянный бір өмір бақи болмайды ғой, бір определенный уақытта ғана болады да. Жоқ, бір жеңіл шығып кетудің мысалы лайфхактары болады ғой. Бля, онда жеңіл шығып кету деген лайфхак білмейді екен, мен өзім. Жоқ, енді өзің үшін мысалы үшін. Допустим, сен салмақ қуып жатсың қазір, сәт сол сәт болып жатыр қазір. Қарның асып тұр, қиналып жатсың, әлсіреп жатсың. Немен алдайсың өзіңді? Қиналып жатқан, мен салмақ қуып, маған бір қиын кезеңдер болса, мен өзім сол не үшін қиналып жатқанымды енді өзің себебін ойлаймын да. Енді бұдан кейін по-любому жақсы болатын, өйткені сен алдыңда бір мақсат бар ғой. Сол мақсатты ойлаймын, соны ойлаумен өзің жаңағындай бойға шыққан кезде қолыңды көтерумен, жақсы бір кезеңдермен солмен ойлап, өзіңді алдап, сол қиналудан шығасың ғой. Басқа вариантым білмеймін. Адамдар енді өмірде басқалай қиналып жүрсе, олар да солай жалпы жақсылық ойлау керек шығар. Бір жақсы ой ойлап, жақсы бір кезеңдер осындай болады, мынандай болады деген сияқты. Алдағы сол қиын сәттердің соңындағы жетістікті соны ойлау керек қой. Иә. Бұл да бір керемет лайфхак екен. Иә. Әр адамның қиындықты жеңу несі әртүрлі, сондықтан біз әртүрлі нелер береміз да. Мысалы көбінде танымал тұлғаларды халық енді инстаграмнан болсын, әлеуметтік желіден, телевизордан болсын көреді да, бір андай енді жақсы жерін саласың ғой, бір жақсы жерде жүргенін сақ қоясың. Осы адамдар бір қиналмайтын сияқты деп ойлауы мүмкін да. Енді то же самое, сен Америкада жүрген кезде білесің ғой өзің. Иә. Америкаға барасың, сонымен жаңағындай дайындыққа кіресің. И сен бір апта бойы сенде күнде 2 тренировка, там азанда кетесің, обедте келесің, кішкене тамағың ішесің, демаласың, кешке тағы кетесің. Солай сенде бір апта бойы жүреді да. Сен оның бәрін каждый момент салмайсың ғой. Сосын сен аласың да суббота күні бір тренировка істейсің да, суббота күні үйде болып демаласың, воскресенье күні жаңа қалаға шығуға мүмкінсің да, әдемі жерге, бір жерге. Именно соны саласың ғой. И сол кезде бәрі ойлайды да, мыналар Америкада жүр дейді да. Мұрнын қанап, терлеп анақта. Күнге сен қаншама спарринг істеп, қаншама удар алып, апта бойы енді қанша не істеп жүргенін ешкім білмейді ғой. Сен аптаның соңында бір әдемі жерде жүргеніңді, бір осылай кофе ішіп отырғаныңды саласың. Сен ойлайды бәрін, Америкада демалып жүрмін, Америкада жүр деп. Соңғы жекпе-жегім өзінде дайындалып жүргенде, анау филиппиндік боксшы бар ғой. Мэнни Пакьяоның ізбасары деп, оны бір әлем чемпионатында күміс жүлдегер ма біздің Тұрсынбай Құлақбетов. Иә, бір левша ма? Иә, левша бір нокдаунға жіберіп бір әлем чемпионатта ұтып алған еді. Сол боксшымен спарринг жасаймын, екеуміз күніге екеуміз істейміз спарринг. Бір күн ол ұрады, бір күн мен ұрам, спарринг кәдімгі жарыс сияқты болып жатыр да бізде ше. Настроймен келесің соған, ол да настроймен келеді. Сонымен сөйтіп бір 5-ші спаррингте мен қабырғамды ауыртады ол ше. Қабырғамнан сынып кеткендей болды ше, кәдімгідей қозғаламай қалдым. Соны барып тексерсем нормально екен, бірақ шытынаған екен. Сонымен бір апта пауза бер деді да маған, бір апта шықпа деді. Бір апта пауза беремін, бір аптадан кейін қайт спаррингке шығам, тура сонымен. Тура сол жерден ұрады. Тура сол жерден ұрады. Вообще, короче, хоть тренировка істеп жүрдім ғой бір апта алдында. Вообще тренировкада істей алмай қалдым ғой, мына аяқ қозғаламай қалды. Тағы тексерсем, тағы сынбаған, шытынаған, бірақ одан да көп уақыт бер деді да, енді 10 күн бер деді. Мен андай енді әлем чемпионы белбеуін дайындалып жатырмын. Напряженка ғой енді, стресс та оның бәрі, спарринг істей алмағаныңа өкініп жатсың ғой анау. Иә, жаңағындай ғой сен айтқандай, халық көретін нәрсені ғана саласың ғой, әлеуметтік желіге, и одан көріп елдер ойлай беруі мүмкін да, мыналардың өмірі кайф, шетелде жүр, қыдырып жүр деген сияқты. Жоқ, ел айтқанда елге жалпы сен не істеп жүргенге бәрібір ғой. Сен қалай қиналып жүрсің, не істеп жүрсің, не жеп жүрсің. Иә.
қалай салмақ қойып жатсың, ол просто бәрі конкретно айтқан кезде тек қана результатқа қарайды ғой. Результат ұттың, ұтылдың, сол әңгімеге қарайды ғой. Бұл қалай болып жүрсің? Ол сен оған дейінгі сенің жолыңа ешкім қарамайды ғой, ешкім уақыт жоқ қой. Сен неңе қарайды, болды. Сол болып тұр ғой бұл жерде. Ол жаңағындай, ол сен істеп жатқан тренировкаларыңның моменттер, спарринг, ол тек қана өз салаңда жүрген боксерлар, жаңағы солар түсінбесе. Әрбір салада солай ғой. Біреудің саласын біреу түсіне алмайды ғой. Мысалы үшін жаңағы басқа бір салада жүргендер, соның жаңа айналасында жүргендер оның қандай қиын екенін біледі да. Сенікін, біздікін солай бокста жүрген, именно кәсіпқой бокста жүргендер түсінеді деп ойлаймын. И жаңағы көбісі әуесқой бокс пен кәсіпқой боксты кішкене адастырып жатады ғой. Бірақ негізі екеуі мүлдем екі бөлек бокс қой. Қалай алсаң да. Сондықтан да кәсіпқой бокста тек қана әуесқойда бокс жасаған адам кәсіпқой бокстың темасын қатты түсіне алмайды деп ойлаймын мен. Біздің енді әуесқой бокстың темалары қозғалып кетті ғой. Біздің қазіргі Қазақстан кәсіпқой бокс мен әуесқой боксына тоқталайықшы. Енді әуесқой бокс бізде бұрыннан жақсы база бір қалыптасқан. Дегенмен соңғы Олимпиада ойындарында, әлем чемпионаттарында өзбек боксшылары бізден алдағы озып кеткенде, оны мойындау керек. Факт қой, жаңа өзің айтқан сияқты фактпен дәлелдеп жатыр да. Оған не себеп деп ойлайсың? Біздегі анау әуесқой бокстың кішкене бәсеңсуі, кішкене дамымай жатуы. Мен шын айтсам бар ғой, әуесқой бокстың бүткіл жекпе-жектерін көремін деп айта алмаймын бар ғой. Енді біреген сараңын бүйтіп көріп қалатын шығармын. Жоқ, нәтижелерін болмаса да, мысалы нәтижелерінде. Иә, нәтижелерін естіп білеміз ғой, иә. Енді бұл жерде де сол қазанның ішінде қайнап жүрмегеннен кейін жаңағындай әуесқой боксында ішінде бір көп әңгіме айта алмайсың да. Қалай болып жатыр, дайындықтар қалай болып жатыр, оның бәрін енді өзің біліп көрмейсің ғой. Соң оларға көп не айта алмаймыз. Но бірақ та мен ойлаймын, жаңағы анау өзбек боксшыларының жақсы бір дамып кеткендерінің себептері ол мүмкін олар жаңағындай көбісі кәсіпқойда жүрді, кәсіпқойға барып жүрді. Сондықтан да кішкене андай американский школа болсын, басқа соң қосып кішкене дамытқан сияқты да. Содан кейін де жалпы любительда білесің ғой, бұрында бір өзбектермен шыққан кезде сен автоматически ойлап тұрасың ғой, өзбектер төбелеседі деген сияқты. Өзі сондай ой болады негізі. Өзбекпен шықсаң төбелеседі деген сияқты. Төбелесеміз деген сондай ой болады ғой. Физик болады ғой. Физик, өзбектер физик төбелеседі деген бір басында бір ой тұрады ғой негізінде. Сол сияқты дәл қазір кішкене төбелесетін, көп удар ұратын бокстың кезеңі болып тұрған сияқты да. Сол үшін де өзбектердің бокстары жақсы жүріп жатқан шығар. И солай деп ойлаймын. Ал кәсіпқой, әуесқой, біздің әуесқой боксшыларға мен ойлаймын, негізінде кәсіпқойдағы сияқты мүмкін көбінесе индивидуальный жұмыстар көп қажет шығар деп ойлаймын. Бізде енді мен ойлаймын, бапкерлерге керек сияқты бұл нәрсе, иә? Өйткені боксшылар боксшылар не ол? Боксшылар айтқан істейді. Бапкердің айтқанын істейді ғой. Бұл жерде бапкерлердің жаңағындай өздерінің развитиясына байланысты ғой. И содан кейін әр бапкердің өзінің баласымен көп жұмыс істеуге кішкене көп уақыт беру керек сияқты да. Жаңағындай кішкене индивидуальный өздері сырлары болады да, иә? Бұл общак теманы қою керек деп ойлаймын да. Кішкене қойылғанда енді дұрыс қой, бірақ кішкене соны азырақ істетіп, өздерінің жаңағындай жеке бапкері оны түсінеді, ол екеуі бір-бірін жақсырақ түсінеді ғой, чем басқа бапкерге қарағанда. Сондықтан да әркімнің өзінің жеке бапкерімен көп жұмыс істеуіне байланысты бала өсетін сияқты негізі. Солай сборда болсын, басқада болсын, енді физиканы мүмкін жаңағындай физподготовкадан тренер істетеді, а жалпы бокс жағынан лично өзінің жеке тренерімен көп жұмыс жасағандары дұрыс деп ойлаймын енді өз ойым. Дұрыс. Өте дұрыс ойлайсың. Негізі бізге сол нәрсе жетіспейді деп ойлаймын қазіргі уақытта, дәл қазір. Сол нәрсе әр бапкер өзінің баласымен жеке-жеке, мысалы, біреудің қолы ұзын, біреу ближний дистанцияда жақсы, біреу дальныйда, біреу контратакада, мысалы ше, біреу кураж ұстайды, мысалы, жаңағындай
еркін бокс жасаса кураж ұстайды мысалы. Оны бізде басып тастайды, олай істеме деп басып тастайды. Керісінше емін еркіндік берсе, мысалы мынау қазір жас боксшы шығып жатыр ғой, Сабырхан Төрехан ба? Иә. Төрехан Махмуд, Иә. Сол жігіт мысалы мықты ғой. Мысалы үшін енді өз жерде де сол көрініп тұр ғой, мысалы үшін кім оның ағасы бар, ол жерде де өздерінің лапада бір жұмыс істегендерін көрсең, өз тренерімен ол құйылып тұр да. Бір-бірін емін еркін стильдер беріп тұр да, мындай баланы ашып тұр да, жауап емес. Мысалы бұрында біз юнош кездерде мен мысалы өзім солай бокс жасағанды ұнататын едім да, бапкерлер олай істеме деп қалай мен Қанат Алтаев ағамызға келдім, Айдос емін еркін бокс жасау керек, ойыңдағын істеу керек деп сөйтіп, ол мені аша білді да. Сол нәрсе меніңше жаңағы айтып жатқаның өте дұрыс та, ол индивидуально әр бапкер өз боксшылармен жұмыс жасайтын болса, біздің бокс өте жоғары деңгейге өседі деп ойлаймын. Өйткені бізде мықты материалдар көп, мықты балалар. Бізде жалпы көрдің бе, негізінде біздің тренерский штаб мықты ғой. Мысалы үшін жаңағындай қазіргі балаларын шығарып отқан тренерларда өте жанып тұрған тренерлер. Жастарды үлкен емес или кіші емес, уже миы болсын, басқа опыт жағынан болсын жетіліп, просто сол өзіміздің жақсы бапкерлерге көп мүмкіншілік беру керек сияқты да. Сборныйдағы басшыларға қатысты нәрсе ғой бұл. Көп жаңағындай мысалы үшін шығарып отыр ғой чемпиондарды. Сол именно чемпион шығарып жүрген бапкерлерге көп мүмкіндік беру керек сияқты. Жеке өзімен жұмыс жасау. Ол өйткені мен ойлаймын, именно біздің Қазақстандағы сондай бапкерлер, олар Америка болсын, Британия, басқа жағының бапкерлерінен қалып тұрған жоқ. Просто оларда жаңағындай жеке өздерінің нелері көп та. Жаңағы өздерінің профессионал сияқты айын салды ғой балалармен. Солай мүмкіндік көп беретін сияқты да оларға. Солай біздің де ұлттық құрамада өз бапкерлерімен жеке жұмысты көп беретін болса, результат жақсы болатын сияқты деп ойлаймын. Иншалла. Батыр, сосын Кроуфордтың залында енді өзің біраз болдың ғой. Мысалы Кроуфордтың бір сондай ерекше дарынды екенін, оның өте еңбекқорлығын маған жеке айтқан едің өзің. Соны көрермендерге де кішкене қызық болады деп ойлаймын. Жалпы Кроуфорд жайлы кішігірім ақпараттар бере кетсең, одан не үйрене білдің жаттығу барысында? Платный ғой. Платный ма? Оны айтпайын десем. Оны кейінірек төлеймін десе, оны кейінірек айтам. Басқа бір подкастқа жағырып естемесің? Жоқ, енді қысқадан нұсқа былай. Өзіңді бүйтіп қызықтырып таныс қойсай. Жоқ, енді ол Кроуфорд болсын, мен ойлаймын, енді өзің білесің ғой. Әрбір жақсы бір жетістікке жеткен, үлкен бір дәрежеге жеткен спортшылардың бәрі негізі еңбекқор ғой. Сол сияқты мен Кроуфордты ол ең бірінші сол еңбекқорлығын айтатын едім да мен. Негізі действительно пақыр ғой. Бұрында есімде. Бір талант деп ойлаймыз тек қана. Жоқ, таланттың ар жағында. Талант бер жағы сияқты ғой. Өзіңді білесің ғой, Серік Сәпиев ағамыз, например, бұрында сборда болған кезде. Таңнамызда ұйқың қанбай тұрған кезде бүйтіп тұрады ғой, күніге уже ұйқысы қанып қойған. Сол сияқты андай іштегі желаниясы, андай еңбекқорлығы, сондай чемпиондардың негізі өте мықты ғой. Кроуфордтың ең бір жақсы қырларының бірі сол ойлаймын, мен өзінің талант емес, ештеңкесі емес, жаңағындай еңбегімен алып тұрған сияқты да. Өйткені ол оның істеген еңбегін, оның тренировкаларын көрсең, действительно сен басын шайқайсың негізі. Сен бір ең бірінші бір кәсіпқой боксқа ауысқан кездегі өзіңнің андай желанияң болды, жанып тұрған, ананда істейсің, мынанда істейсің, ананда істейсің деген сияқты. Әр тренировка сондай ма? Оңғы әлі сондай да. Мен бірақ қарайсың да таң қаласың. Бірақ сосын жаңағы оның сен еще миллиондаған долларлар алып жатыр бойдан. Семіріп кетіп жатқан жоқ. Онда бір сыр бар ғой негізі, ана голдты, аштықты сақтап тұрушы. Өте маңызды нәрсе ғой негізі. Сол енді ол Кроуфорд енді қарапайым,
Адамгершілік жағынан. Адамгершілігі негізі адамгершілігі жағынан өте мықты жігіт қой. Маған біз сөйлескен кезде де сборлардан кейін әңгімелесіп не қыламыз, сол кезде де мен өзіне айтқан болатым, сен жаңағындай бір абсолютный чемпион ретінде емес, не ретінде сені бір осындай адам, жақсы адам болғандығыңа мен сені қатты сыйлаймын деп, андай адамгершілігі өте мықты да. Андай өзі бір ерге көкірек емес, андай қанша чемпионмын десе де, қанша немін десе де қарапайым, андай сондай жігіт та. Былай айтқанда біздің көп атақты спортшылар болсын, бәрі негізінде ауылдан шыққан ғой. Мысалы сен болсын, бәріміз кішкентай бір ауылдан шыққанбыз ғой. Ол да тура солай тұрып жатқан жері, әке-шешесі бәрі ауылдың адамдар сияқты да андай. Содан кейін де қарапайым өзі жалпы өмірде жақсы, ең бірінші жақсы адамды. Ал тренировкалары енді бұл моменттер көп қой енді. Но бірақ еңбекқор, содан кейін оны ең бір таңғалатын нәрсең, сен ол істейтін нәрсені істей алмайсың да, өйткені білмеймін, олар жаңағындай бір жақсы бір витаминдер іше ма, или не істей ма, өйткені сен жарысайын дейсің, бірақ сен физически жетпейсің ана. Сондай ғой. Дұрыс айтасың. Қалған ақпаратты Крофорд жайлы білгілеріңіз келсе, Батырдың номерін астына жазып кетемін. Платный Каспий номерінде қалдырып кетемін. Хабарласып, Каспийне теңгелеріңізді саласыздар, сосын толық ақпарат аласыздар. Дұрыс қой енді. Әрбір нәрсенің құны болу керек қой. Құны негізі бізде қоғамда осы нәрсені де түсіне алмай жатқан сияқтыша. Мен мысалы бапкерлік курс өткіздім да алдында. Енді мен қаншама 20 жылдан аса уақыт осы кәсіпқой бокста, әуесқой бокста жүріп, қанша тәжірибе жинадым да. Енді оның бәрін мысалы мен тегін ақ бере салсам болады да, Батырш. Мысалы тегін, бірақ тегін деген нәрсе текке дегеннен шығады екен да. Қазақша тегін деген текке дегеннен. Ал орысша бесплатно деген бес платит дегеннен шығады екен. Бес деп жынды айтады ғой. Бес платит дегеннен шығады екен. Оның ешқандай қадір құны жоқ та. Адам мысалы үшін бір нәрсені, бір сабақты үйрену үшін бір 5.000 теңге, 10.000 теңге беріп оқыса, ол мұқият тыңдайды ше. Мен бердім ғой, бұған ақша бердім ғой деп. Бесплатно болса, бұны келесі жолда тыңдай саламын ғой. Тағы бір бір жол кеп, бесплатно үйретеді ғой бәрібір деген сияқты ше. Сондықтан сол тұрғыдан алған кезде негізінде ол өте дұрыс нәрсе деп ойлаймын. Оны еш жасырмауымыз керек ондай нәрсені. Енді ол қаншама жыл өз жасаған еңбегің, қаншама жыл төккен терің. Енді Батыр, өзіңнің карьераңа келсек, енді Құдай қаласа осы жылға қанша жекпе-жек өткізу жоспарда болып отыр? Негізінде жаңағындай көп адам енді осы елде жүрген кезде таныстар көп, ана көп, енді көрген кезде бой қашан деген сұрақ көп қой жалпы нелерге. Спортшының бейін, кәсіпқойда жүрген, басқада жүрген балаларға ойлаймын, бәріне сол бір сұрақ шығар, бой қашан деген сұрақ шығар. Жалпы негізінде қанша бой болса да қазір көп бой жасауға ниеттіміз да. Неғұрлым көп жекпе-жек жасауға ниеттіміз, бірақ та оның бәрі біздің қалауымызда, біздің бір қолымызда болмай тұр да. Енді бұл да біздің негізінде жұмыс қой. Елдердегі жұмыс істемей қаншама 6 ай 7 айлап жұмыс істемей қалса, оған да басқаша тиеді ғой. Тура солай бізде бір 6 ай 7 ай бой істемей жатып қалсақ, бізде де тура солай да. Бізде жаңағындай жұмысыңды істеп, ақшаңды тауып, дальше қозғалғың келеді ғой негізінде. Сондықтан да біз өзіміздің қалауымыздан бір күтіп, бой жасама, ерігіп жүрген ешкім жоқ деп ойлаймын. Конкретно бой берсе, бойларың шығып тұрса, сен денсаулығың бәрі дұрыс болса, неғұрлым көп бой жасаған жақсы ғой негізі. Енді менде қазір кішкене визаммен жағдай болып тұр да. Сенде рабочий визамен да? Рабочий виза, рабочий визамды создырып жатырмын. Сол кішкене кешігіп жатыр, сол үшін елде жүрмін да. Сол себептен ғана. Енді Алла бұйырса, шешілсе, ол ары қаратай дайындық, денсаулық бәрі жақсы болса, енді неғұрлым тоқтамауға тырысамыз ғой енді. Алла күш қуат берсін. Тездетіп әлем чемпионы, абсолюттік әлем чемпионы болу нәсіп етсін. Толыққанды лайықсың ғой. Жалпы енді бокстан кейін де өмір бар. Біз оны жақсы түсініп қалдық қазір.
бізде бокс деп қана жүрген адам едік, осындай подкаст түсіріп жатырмыз қазір. Жалпы енді өзің бокстан кейінгі өмір бар екенін білесің. Бокстан кейін қандай жоспарлар бар негізі өзіңде? Бокстан кейін ба? Жеке қызмет, жеке кәсіппен айналысасың ба, әлде мемлекеттік қызмет ұнай ма? Қандай жалпы не жоспарларың бар, сонымен кішкене бөлісе кетсең? Жалпы шын айтқанда мен осы бокстан кейінгі өмірімді бір қатты көп представлять етіп ойламаппын негізі. Бір ойлау керек екен да. Ойлау керек екен. Соны ойламаппын жалпы. Бірақ қазір өйткені бүткіл ой, бүткіл жаңағындай назарымыздың бәрі сол бокста ғой. Осы жақтан бір нәтиже шықса деп. Ал бокстан кейін енді білмеймін, енді по-любому сен әр кезде адамның ойы әрқалай ғой. Мысалы үшін мен ойлаймын, 25 жасында бір ой ойлайсың, 30-ыңда басқаша, сол ойға сен басқаша қарайсың. Мысалы мен қазір осы действующий спортсмен болып тұрып, қазіргі ойым, қазіргі қалауым кішкене басқаша болуы мүмкін да. Мүмкін бокс тастаған кейін ол ойым да өзгеруі мүмкін. Сондықтан да бокс тастаған кейінгі моментте өзімнің состоянием қандай болады, өзімнің қалауым қандай болады, содан кейін қай жерге лайықты боламыз, қандай жұмысқа деген сияқты сол моментте көреміз деп ойлаймын. Бірақ та кез келген жұмыс істеуге болады деп ойлаймын. Жаңағындай өкімет саласында болсын, кәсіп болсын, басқа болсын, енді спортта небір қиыншылықтар бар ғой. Сол қиыншылықтардың бәрінен өткеннен кейін басқа да бір жұмыстардың қиыншылықтарына шыдаймыз деп ойлаймын енді. Иншалла. Батыр бауырым, енді мына бокс десе, жалпы кәсіпқой бокс десе, өзіңе бірінші кезекте енді мынау адам еркек болғаннан кейін бір өш алғың келеді ғой. Анау Матиас есіңе түсіп кете беретін шығар. Сол Матиаспен жекпе-жек бола ма жалпы? Реванш? Енді Матиас былай айтқанда бокс ол есіме түспейді, ол жалпы постоянно есімде ғой былай айтқанда. Андай постоянно ойда тұрады. Енді әрине по-любому бір кек алғың келеді ғой. Сондықтан да мен ойлаймын, мен сол кезде мен мойындаймын, мүмкін дайын болмадым да. Көп жағынан, тек қана дайындық жағынан емес, басқа жақтарынан да көп жағынан дайын болмадым. Дәл қазір Матиске мен дайынмын да. Енді Алла бұйыртып сол жекпе-жектің бір сәт түссе, енді қазір негізінде соңғы жекпе-жегін ұтылып қалды ол. Поезд ұтылып қалды. Декаларында примерно білесің ғой. Ол соны ұтқан баламен мен оны жақсы білемін да. Мен онымен спарринг істегенмін, ол бір керемет бала емес, оны ұтқан бала. Сондықтан да бір күндердің бір күнде одан бір өзіміздің кеткен есемізді қайтарамыз деп ойлаймын. Алла бұйыртса шығып, сол кезде ұрамаған, сол кезде бір істей алмаған, іште қалған өзімнің ойларымды бәрін іске асырам деп ойлаймын. Алла тағала сол оның да ауылы алыс емес бұйырса. Иншалла. Маған көп қойылатын сұрақтардың бірі ғой. Бұйырса сол жекпе-жекті ұйымдастыратын болса, оның ол жағынан, мен жағымнан бір жақсы бір келісім болатын болса, бұйырса мен сол жекпе-жекке дайын боламын. Болды, Батырға осындай сұрақтар қойып мазасын ала бермеңіздер. Бұдан кейін біздің подкастта жауап берді, Инстаграмына да салады. Болды. Сол Батыр, саған да бір сыйлықтарымыз бар. Сыйлықтарымызды тартып өтейік. Мен бауырым таппадыңдар ма? Бауырым таппадыңдар ма? Қайсы? Баған іздеп келген. Қайсыңыз? Берейін бірінші. Батыр, мынау енді атаман өнімі. Қазір осы өнімді мен жарнамалап, жалпы келген қонақтардың бәріне сыйға беріп жүрмін. Жалпы атаман өнімі бұл өзіміздің отандық өнім. Марал мүйізінің қанынан жасалған халал өнім. Мынау қан деп не істе қама, жаңағыдай
ішіне нелер қосылған ғой, әртүрлі шөптердің дәмді нелері жаңағындай, дәмі де жақсы, жаңағы гүлдердің нелері қосылған табиғи өнім ғой. Халал сертификаты бар, өзіміздің бауырларымыз айналысады. Сол осыны саған тартып өтейін. Ішінде тағы да керек жарақтары бар. Жалпы атаман өнімі осы Қазақстандағы бір белгілі өнімдердің бірі. Қазіргі таңда ерлер үшін, ер азаматтардың күш қуатын көтеретін, енді қазіргі заманда білесің ғой, көбінесе көлікпен жүретін ер азаматтар атқа мінуге бәрінің қолы тие бермейді, жаттығу жасауға қолы тие бермейді, офисте жұмыс жасайды, көлікпен барады, көлікпен қайтады деген сияқты. Сол үшін ер азамат әр уақытта ер азамат болу керек. Бұл спортшыларға да өте керек. Өйткені ауыр жаттығулардан кейін қайта қалпына келуге бұның өз пайдасын тигізеді. Сол бауырым. Все, рахмет. Иә. Бұл бір сыйлығымыз. Одан кейін біздің енді дүкеніміз бар екенін білесің ғой. Гранд паркте дүкеніміз бар. Сол жерге бір қонаққа да өзіңді шақырып едім. Міне. Мынау біздің жаңа тігілген худиіміз. Толстовка дейді, худи дейді. Әртүрлі айтады енді. Ою өрнекпен тігіп жатырмын қазір. Қазақи нақышта осындай бауырым. Өзіңе міне жапқан шапаның болсын. Киіп алсаң. Киіп па? Иә. Бауырым, Алла разы болсын, кәсібің. Иә, әмин. Алға баса берсін. Иә. Осындай қазақи нақышта ою өрнекпен киімдер тіктіріп жатырмыз. Қазақылығымызды қашанда ұмытпауымыз керек. Шетелде көп жүресің, осындай қазақи нақышта киініп жүріп, анау Болды, бауырым. қара нәсілді азаматтарды сабасашы. Берсін. Әмин. Енді әр адам өз саласында жазары бар дейді ғой. Біздің де мынау жағың сынса да сағың сынбасын деген кітабымыз бар. Міне ағаларымыздың Қайрат Жолдыбай сынды, Нұрбақ Теңізбаев, Ибрагим Аграшев ағаларымыздың отзывтары бар. Жалпы кітап мотивациялық бағытта. Кім енді сен менің өмірімді жақсы білесің. Жағым сынып тұрып жекпе-жекті жеңгенімді де білесің. Сол жекпе-жек жайлы, одан кейінгі жалпы қайтып шаршағанға оралуым жайлы сондай мотивациялық бағыттағы кітап. Осы жағың сынса да сағың сынбасын кітабының атауын біз өзіміздің подкастымызға да қойдық. Осы біздің ұранымыз, жағың сынса да бауырым, өмірде сағың сынбасын. Рахмет.